Так, ассалаумалейкум бәріне. Бүгін қандай керемет погода, қараңыздар. Міне Рысқұловада келе жатыр, мысалы Рысқұлова Сайнада. Тауларды көріп тұрсыздар ма, қараңыз. Дегенмен Алматының ауасы кәдімгідей тазарып қалды, кәдімгідей. Бұрын бұндайды білмеймін, бала күнінде көргенмін соңғы рет, наверное. Керемет мынау. Көшеде движение жоқ, мін көріп тұрғандай, міне бір-екі машина кетіп баратыр, болды. Енді біз КамАЗбен кетіп баратыр, Азамат екеуміз жұмысқа. Арнайы техникалармен жұмыс істейтін арнайы техникаларды блокпосттардан өткізетін шығар, білмеймін точно. Қазір көреміз. Бірінші Азаматына Казмайгазға кіре бересің заправкаға. Бірінші газ заправить етіп аламыз. Сосын ары қарай жұмысқа клиентке барамыз. Сол мұны заправка құйып жатыр, заправкаде. Так, карантинде Азамат екеміз КамАЗды краскілеп, бояп, кабинаны жуып үлгерген жоқпыз, кір болып тұр. Соң кабина боялған жоқ. Так, қалған жерлерді бәрін бояп үлгеріп. Ал енді біз сіңілді заправкаден шықтық. Объектімізге кетіп баратыр, Азамат екеміз айтыр. Блокпосттардан өтетін шығармыз сен. Точно уверен емес, міне жүріспес техникалар, мысалы. Точно білмейміз, бірақ примерно ұрып баратыр қазір. Поста тоқтатса көреміз деп. Оппана, Сайна домостроительный, бірінші блокпост. Гаилер тұр. Так, бірдеке қолдарымен көрсетіп атыр. Айдай бер деп көрсетті қолмен. Болды. Арнайы техникаларға жүруге болады екен. Міне, гаидің өзі қолмен өт деп көрсетті. Ал енді кеттік клиентке. Жұмыс істейміз бүгін. Карантинде жатып шаршадық. В общем, Сайнамен көтеріліп баратыр. Аль-Фарабиге жетектеп қалды. Бұл жерде экскаватор басып бара жатыр жұмысқа қарай. В общем, арнайы техникалар, спецмашина, сондайдың бәрі жұмыс істей береді екен. Мен соны түсіндім. Жұмысты чектеп тастағанда нелерде, жеңіл көліктерде ғана. Жаңағы базадан бар акиматта. Соған енгізілу керек жүргізушінің. Мысалы, таксистсіз ба, таксист болып тіркелу керек жаңағы жерде. Сосын ғана жұмыс істей аласың. Бірақ мына велосипед, сосын скутерлер. Скутерлерде тоже арнайы техникалар секілді болды. Скутермен велосипед жүре береді. Енді мотоциклді білмеймін мұны. Бірақ мотоциклдерде бәрі жүр. Тек қана қарапайым жаңағыдай көліктер ғана жүре алмайды. Сонымен Аль-Фарабиде екінші блокпост. Ар жақта гаилер тұр. Мына жерде қазір алдымызда тоқтап тексертеді. Так, қазір қалай болады? Қалай бұлар сонда тез тексеріп үлгеріп жатыр ма не сонда? Міне, КамАЗды тексергенде жоқ, өтіп кеттік. Өздеріңіз көрдіңіздер мұны. Содан кейін бүгін
мына айтпақшы, мына райондарды көрмегелі қанша болды. Өзінің үйден шықпай отырып едік енді. Мына қараңыздаршы, көше қандай тап-таза. Экологияны айтыңыздаршы, ё-мо. Адамдарды айтыңыздаршы, адамдар азайып кетті қалада. Енді мен осылай сөйлеп отқаныма дауысым жөнді естілмей жатқан шығар. Бір жағы кішкене тамағым ауырып отыр. Екінші жағы да мен маска тағып отырмын. Сізге бүгін дронды алдым. Дронды жер керек қазір объектке погрузкада тұрған кезде. Сол бүгін строительный мусор шығарамыз ремизовкадан. Атвалға барамыз, төгеміз. Сосын карьерге барамыз. Карьерден отсев тіркелейміз, телеміз. Сосын отсевті доставка апарамыз. В общем, общий бір 6 рейс жасаймыз бүгінге. Сонымен бізге керек жерге жеттік. Оны қазір трактормен телеміз. Так, погрузка басталды. Ақырдап тракторымыз тиеп жатыр. Мына жерден тар. Бұл мынандай бетондар, мына тас брусчатка болған екен. Соның астында жатқан стяжка екен. Сол стяжканы бұны бұзып шығарып жатыр. Сонымен теліп шығып кетіп бара жатыр. Так. Бүгінге бір рейс жасайтын болдық. Қалған рейстерді понедельникке қалды. Сол бірақ қазір басқа клиентке біз басқа жұмысқа барамыз. Қазір азамат қазір Бақордадан сплиттерный блок телетті. Соны Қаскелеңге апарып көреміз. Қазір Алматының шекарасынан шығарады мекен. Бірақ техникаларды шығарады деп естідік. Сон көреміз шығарып. Оған мен бармаймын, азамат өзі бару керек. Ол шекарадан шығу үшін маскасы бол керек азаматта. Және мынандай қолғап бол керек. Так, автобустар міне жүр. Бірақ автобустарда адам жоқ, пустой, міне 2 адам ғана. Ешкім автобуспен жүрмейді. Сонымен Сайнада тоқтадық. КамАЗымызда кішкене поломка шығып жатыр, түтіндеп жатыр. Так, КамАЗымыз бұзылып қалды. Так, средний мост оң жақ дөңгелек, задний мост сол жақ дөңгелек, осы 2 дөңгелек. Колодкілер клинт етіп қалды, қазір босатып көреміз. Регулировкасы кішкене дұрыс емес болып қалуы мүмкін. Түтіндеп арт жағы. Сонымен Сайнаның бойындамын, тоқтап тұрып. Так, КамАЗ бұзылғанын жасадық. В общем, көшені тазалап жуып жүр екен. Хим обработка ғой деймін осы. Я распылять етіп отырып. Пробка бар екен. В общем, жаңа КамАЗдардың скопление машина болады екен бәрібір. Так, Ақшарға қарай бұрылды. Кетіп бара жатыр Атвалға қарай.
Так, Атвалда в общем мына Аксай жаққа келдік. Бұл жақта 3 карьер жұмыс істейді мысалы. Бұлар жаңағы жоғарғы карьер, ортаңғы карьер, төменгі карьер деп бөлінеді. Біз қазір жұмыс істеп жатқан ортаңғы карьер, біз соған төгуге бара жатырмыз. Ол жерде КамАЗбен төккен үшін жаңағы ақша алады да блоктарды толтыру керек. Сол блоктарды қазір қазды карьер мысалы. Соны толтыру үшін қазір қанша төлейміз көрсетеміз соны. Так, мына жақта грейдермен жұмыс істеп жатыр екен. Жерді планировка тегіс істеп жатыр екен. В общем, средний отвалды өткеннен кейін оң жағында бір отвал бар екен. Сол жерден КамАЗдарға бағалар 1000 теңге көтеріп алған екен, 1500 теңге дейді. В общем, 1500 теңгеге төктік сояққа. Жаңағы сояқтан камераға түсіріп жатсам, жүгіріп келді. Ойбай, түсірме, не үшін түсірейін деп жатсың, кімсің деп. Айттым мен, прессамын, короче. Десем, ойбай да. В общем, қазіргі заманда елдер камерадан қорқатын болып. Соған көрсеттім мен, қандай ютубта мынандай канал, соған түсіріп жатырмын деп. Сөйтіп көрсетсем де рұқсат бермей қойды, түсірме, ойбай жоқ деп. Онда бір күні кеп дронмен үстілерден түсіріп алу керек болып. Без проблем түсіре бересің ғой, жан-жағын бәрі ашық. Сонда не үшін түсірме деп жатыр. Сол карьерде алдында, отвалда алдында КамАЗ құлап кеткен еді соған. Осы жақында. Соның суреттесін міне экраннан көрсеңіздер болады. Ол кімнің КамАЗы, соны білмейді екен, шынымды айтсам. Сол енді арнайы техникалармен істеп жатыр жұмыс. Айтайын деген істеуге болады екен. Жаңағы объектте бізде. Енді ол объектке понедельник күні барамыз. Ал қазір басқа клиент бар, соған кетіп бара жатыр. Оған ол клиентке кірпіш жеткізу керек. Алматыдан Қаскелеңге. Так, Алтын Ордада келе жатыр. Қазір мына жерде былай жол, отцепление. Мекта солдаттар жүр. Сіздеріне химзащита. Анау химзащита ма жоқ, дождевик па, что-то дождевикке ұқсайды. Химзащита болса, химзащита. Қазір температура тексеру керек. Көреміз қалай болады екен температурамыз. Сонда температурамыз повышенный болса, сонда не болады екен. БТРлар тұр, солдаттар тұр. Мына жерде өте бер. Мына жерде в общем, былай, сол әскерлер жүр. Аналар жандарына келгенде не айтарын білмей қалды. Леруа Мерлен жұмыс істеп жатқан секілді. Что-то машина көп. Походу, или жұмысшылардың машинасы ма что-то. Түсініксіз. Сонда пле салсаңыздар да болады, в принципе. Сол, ақырында твай Алматымыз тіріліп жатыр. Сол, жаңадан келген адамдар болса, арнама жазуыңыздар, және лайктарыңызды ағайын аямаңыздар. Лайк, және лайк. Содан кейін астына пікірлеріңізді жазыңыздар. Мына жерде тағы бір пост қойыпты, қалқаманда. Қазір көрсетейін.
Так. Енді мынандай посттар енді қаланың ішінде барлық жерде осындай посттар тұр. Бұл жерде қазір КамАЗды өткізіп жіберу керек. Мына көп көліктерінде рұқсат жоқ, солардың бәрін тоқтатып алған. Оларға штраф қанша МРК екен білмеймін, бірақ штраф бар оларға.